Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін үй жағдайында майонез дайындайтын боламыз, яғни ас қаймақ. Достар, өз формасын ұстап тұрады, дәмі де керемет болып шығады. Ең алдымен бізге 200 грамм май қажет болады, кәдімгі тамақ жасап жүрген сұйық майымыз қажет болады. Сонымен қатар бір дана жұмыртқамызды салып аламыз үстіне. Яғни жұмыртқамыз бен майымыздың бөлме температурасында болғаны дұрыс. Жұмыртқаңызды холодильниктен алып қолданатын болсаңыздар, дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сонымен қатар үстіне жарты шай қасық қант салдым. Жарты шай қасықтан төмен тұз салып алдым. Тұзын қатты шұғылып жүрмеңіздер, аздау сала беріңіздер. Сонымен қатар достар, бізде 6% уксус қолдандым. 70% уксус қолдансаңыздар да болады. Кішкене шамалы жарты қасық құя беріңіздер. Мен мұнда бір шай қасық қостым. Және де татымына қарай, дәміне қарай горчица қолдандым. Егер жоқ болса, қолданбай қойсаңыздар да болады. Блендеріміздің көмегімен араластырып аламыз. Блендерімізді тура жұмыртқамыздың сарысының үстінен қоятын боламыз. Қатты жылдамдықта осылай араластыра отырып, майонезімізді араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде аппақ масса пайда болды. Енді осы массамызды осылай дайындап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өз формасын ұстап тұратын майонезіміз дайын. Достар, дәл менің рецептімен жасап көріңіздер. Сіздердікі де өте керемет шығатынына сөзсіз сенімдімін. Көргендеріңізде өте қою. Бұдан кейін магазиннен ешқандай да майонез сатып алмай қойсаңыздар да болады. Жасап көріңіздер. Барлығына да, салатқа да, тағамдарыңызға да қолдана берсеңіздер болады. Өзіме дәмі де барлығы қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаған болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алда сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Каналыма тіркеліп алыңыздар.